Қазақ мультипликациясының тарихы 1967 жылы. Қоюшы режиссер Әмен Қайдардың «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» атты тұңғыш фильмінен бастау алған болатын. 56 жыл ішінде Қазақстанда 200-ге жуық мультфильм түсіріліп, 30-дан аса анимациялық студиялар өмірге келді. 2018 жылы анимациялық киностудиялар қауымдастығы құрылды. Бүгінге дейін қазақ анимация саласында кенже қалып, көзге көрінбей келе жаттық, теңізге тамған тамшы сияқты болды. Бірақ бұл анимацияның деңгейін төмендегенді білдірмейді. Өйткені бізде осыған дейін де бүгінгі таңда да әлемдік халықаралық кино фестивальдардан жүлделер алып, сонымен бірге сапа жағынан да, технологиялық мүмкіндік жағынан да мамандар өз біліктілігінің халықаралық әлемдік мамандармен тең тіпті жоғары екендігін көрсетіп дәлелдеп келе жатыр. Мамандар отандық анимация баланың тұлғалық қалыптасуына орасан зор ықпал етеді дейді. Ұлттық идеологияға толы туындыны көріп өскен бүлдіршіннің санасы дұрыс қалыптасады. Бұл тұста кішкентай көрерменнің көңілін қазақ мультфильмдеріне аударуда ата-ананың атқаратын рөлі маңызды. Бала кішкене кезінен мысалы басқа персонажды көріп, шетелдің мысалы машаны көріп өсетін болса, баланың санасына сол кейіпкер, сол түр әбден жақын болып, жанына жақын болып жатталады. Ал сен оны апарып ертең бір қазақи персонажды апарып көріп қоя салған кезде ол балаға жат болып көрінеді. Сол үшін бала кезінен бастап олардың құлағына ертегілерді, дәстүрді, салт сананы сіңіріп өту керек. Теткен қалтанақ шықпайтын пұшпақтай ғана шөлді бер. Ұлтарақтай болса да жерім, ат төбеліндей болса да елім қымбат. Ел мен жер екі соғым. Анимациялық кино жасау инемен құдық қазғандай шаруа. Ол асқан тағаттылық пен шыдамдылықты талап етеді. 10 минуттық қысқа метражды мультфильм жасау үшін 9-10 ай керек болса, ал толық метражды туындыға 3-4 жылдай уақыт қажет. Бұдан 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын қарайтын болса, Қазақстанда анимациялық кино саласымен айналысатын студиялар саны 7-8 болатын. Ал енді бүгінгі таңда 40-тан астам анимациялық кино студиялар бар. Міне бұның өзі біз қаламайық міндетті түрде іске асатын, өзі дамып, алға қарай ілгерілейтін анимациялық өз алдына бөлек жанр. Отандық мультипликацияны айтқанда қазақ анимациясының атасы Әмен Әбжанұлы Қайдарды еске алмау мүмкін емес. Айта кетейік, ағымдағы жылдың 3-ші маусымында ұлт руханиятында өшпес із қалдырған тұлғаның 100 жылдық мерейтойы атап өтілді.